Мен есімім Ахметказиева Балнұр, дизайнермін, мамандығым өзі дизайнды бітіргенмін. Менде өзімде жеке бренд бар, Амре бренді. Ол жерден өзіміздің доход бір 800-900 мың теңгеге. И то бұл біздің бастапқы кездегі табыстарымыз. Осындай киімдерді жасау, өзіңіздің брендіңізді қалыптастыру деген сияқты сондай курстар өткізем. Содан да 2-3 миллион табам, сонда жобамен айтқанда бір 4-5 миллион плюс-минус болып қалады. Мен колледжді бітірдім де бірден аштым. Бірден ателье аштым. Бір керемет тігу білмеймін, бірақ сразу аштым. Клиент заказ берді, маған полный тігіп беремін да. Ешқандай опыт жоқ қой енді. Вообще опыт жоқ. Бір күні әкеліп кәдімгі бетіме лақтырды ғой мені. Как это влияло на вашу самооценку, вот эти все высказывания, слова? Сол жаңағы негативтан кейін жауап тастадым ғой. Бір сөзін айтқанда. Негіз жақсы нәрсені істесең, айналып келеді ғой ол кісі клиент. А ол кісілер маған уже қайтадан келмейтіндей болып кетті да. Уже бүкіл нәрсесі енді тойдың алдында дайындалып жатқан адам көйлегі дайын емес. Мысалы, сондай негатив отзывтар өте көп болды да. Содан кейін жабуға бел байладым ғой мен жаңа бірінші бизнес. Мүмкін оқу керек шығар деп, тағы басқа жерлерді көрейін, тағы идеялар келетін шығар деп, дизайнерға барып жұмысқа тұрдым. Художник дизайнер болып көрдім, костюмның дизайнер. Известный бренд, мен қазір атын айтпай қойын осы жерге. Соның арқасында қазір мысалы стилизация деген болады, киімдерді стилизация жасап, кружеваларды, оюларды орналастырған кезде уже біліп тұрамын, уже қай жерге қандай нәрсені қою керек екен. Қайтадан Астанаға келдім де, қайтадан аштым. Жаңағы жұмысымды қайтадан аштым. Бірден уже қорқып қалдым, мен қаланы қорқып қалдым да, өйткені жаңағы 101 нәрсе 1000 теңге аренда төлеу керек. Оны қорықтым да, давай лучше кішкене жерден бастайын деп, өзімнің тұрып жатқан ауданынан кішкентай жерді алып, сол жерден кішкене бастадым. Барлығы ойлайды, бірден андай үлкен қылып ашып тастап, сөйту керек деп, иә. Негізі қасында адамдар болса жақсы. Мысалы, менің орын болды, соның қасында магазин болды, мына жағында шаштараз болды, мына жағында басқа дүниелер болды. И ең бірінші клиенттер сол айналасынан келеді. Ойладым, қалай ол не істесем болады, қалай заказды кішкене көбейтсем болады деп ойланып. Сосын енді Инстаграм шығып, дамып жатқан кезде, так, әншілердің біреуіне беріп көрсем қалай деп, сол бердім. Содан кейін барып уже заказдар ақырын түсіп, ол кісіден кейін басқа біреу енді сарафанный радио дейді ғой, біреуге ұнап, ақыры сөйтіп кете берді ғой заказдардың барлығы. Инстаграммен жұмыс жасадық. Енді әдемі ғып фотоға түсіреміз. Хотя опыт болмаса да, күшті ғып фотоға түсіруге тырысамыз да, фотоға түсіреміз и қоямыз. И менің тематикам то, что именно қазақы нақыш болғаннан кейін кішкене тезірек сұранысқа ие болды деп айтсам болады. Ең басында мен бастаған кезде 5 адамның жұмысын бір адам өзім жасап жүрдім да. Дәл сол моментте енді киімдерің интересный болғаннан кейін көп адам заказ бергісі келеді да саған. Сен оны кішкене ақшаға қызығасың да, давай деп ала бересің, размерлерін алып қаласың да, в итоге жаңағы өзің крайт ететінің бар, өзің тігетінің бар, өзің дизайн создавать ететін, өзің жаңа суретін саласың. Ведь сол моментте уже адам шаршайды екен, уже выгорание болады. Анаған берсе мен өзімде ештеңе қалмайды деген оймен сразу аласың да, жоқ, лучше мен өзім істей саламын деп ойлайсың да, бәрін алып отырасың. Ең соңында сен өзің минусқа кіресің. Неге? Себебі жаңағы кісіге возврат ақшасын қайтарасың, біреуге тканьның ақшасын қайтарасың, біреуге ананы, біреуге мынаны қайтарған кезде уже минус кетеді. Ал сол моментте мен түсіндім то, что швея өзінің мақсатын атқару керек, крайт ететін адам өзінікін и тапсырыс қабылдайтын бөлек адам болу керек екен тоже. Жаңадан бастап жатқан дизайнерларға айтарым, бірден мен сияқты ашуға асықпай, бірінші кәдімгі известный дизайнерлардың қолында бір 2-3 ай опыт алғаны дұрыс деп ойлаймын. Бұл бірінші. Екіншіден, барлығын өздеріңіз емес, хотя бы швей алыңыздар. Просто тігінші бірінші бір нәрсе тігінші алсаңыздар болады. Одан кейін барып Инстаграммен жұмыс жасау керек. Қазіргі TikTokта, Инстаграмда бәрі жақсы дамып жатыр ғой, қай әлеуметтік жері жақсы дамып жатыр, қай заманда болсын да, соған прям жұмыстарыңызды салу керек. Жарнама өте маңызды. Бұрын енді бір-біріне жаңағы сарафанный радио болды ғой біздің кезімізде да, қазір барлығы дамығаннан кейін ең бастысы осы әлеуметтік желімен блогерларға берсеңіздер, сіздердің табыстарыңыз артатын болады. Не обязательно жаңағыдай қиындықтың барлығынан өтіп қажет емес та, осы пункттарды еске алып, бірінші тігінші өзіңізге қажет, соларды алып жұмыс жасасаңыздар болады.